Қазақстан Өзбекстан шекарасы ашылды. Автобустар үшін халық қуанғаннан шашу шашты. Екі ел арасындағы шекара 2 жыл бұрын жабылған еді. Коронавирус. Тек әуе жолы арқылы қатынауға болатын еді. Бірақ біразының ұшаққа қолы жетпейді ғой. Енді міне автобустар жүріп тұр. Рахат. Шарбақтың ар жағындағы көршілермен көрісуге болады. Өзбек ака, не дейсің? Шекараның ашылғанына әсіресе қазақтар қатты қуанған секілді. Видеода сөйлеп тұрған біздің адамдар не себеп болды екен? Қазақстандағы заттар тым қымбаттап кетті ме екен? Не болса да құтты болсын. Шекарамыз ашық, болашағымыз жарқын болсын. Өзге де қызықты ақпараттар Экспресс-ка сайтында.